Биыл ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор. Абаймен замандас әрі інісі Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 165 жыл. Соған орай Лисаковта оқушылар мен педагогтардың басын қосқан дөңгелек үстел болды. Дөңгелек үстел Шәкәрім Құдайбердіұлы қазақ әдебиетінің классигі деген тақырыпта жүр. Оны тілдерді оқыту орталығы ұйымдастырып, шараға қала мектептеріне жұмыс істейтін қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері және Абай атындағы мектептің оқушылары шақырылған. Олар халқымыздың ақын жазушысының өмірбаяны, шығармашылығы туралы әңгімелеп, өлеңдерін кезектесіп оқыды. Өлеңмен жастайынан әуестенген Шәкәрім өмір бойы өз шығармашылығында Абай салған жолды ұстаныммен өтті. Шәкәрім өз бетімен заманына сай жеткілікті білім алды. Шығыс және батыс әдебиетін зейін қойып оқып, араб, парсы, түрік және орыс тілдерін еркін меңгерді. Алғашқы шығармаларында жастарды Абайдан үйренуге шақырады. Жастық шақ туралы, кәрілік, кел жастар, біз бір түрлі жол табалық, адам ниетінің түзілігін, адалдықты жырға қосты. Викториналық сұрақтары пікір алушыларда болды. Мақсат өскелең ұрпаққа ұлы Абай бағытын ұстаған ұлт мақтанышының сан қырлығын ашып көрсетіп, оны саналарына құю. Бұндай дөңгелек үстелдерді қажет деп санаймын. Неге себебі бұл кісінің асылмаған қырлары көп қой. Біз бір-бірін, мысалы, оны біреу білуі мүмкін, біреу білмеуі мүмкін деген секілді. Яғни оны басқаша қырларынан тануымыз мүмкін. Мысалы, мен бір шығармасын білетін болсам, бір кісіден басқа бір шығармасын тыңдаймын деген секілді. Ол жерде қандай ол жаңағы көркемдеу құралдарын немесе қолданды деген секілді сондай бір кеңінен білуге мүмкіндік туғызады деп ойлаймын. Бұл шараның сыртында тілдерді оқыту орталығы Шәкәрім Құдайбердіұлының 165 жылдығына арнап, мемлекеттік тілді үйренушілер арасында ашық сабақтар мен өзге ұлт өкілдеріне арналған танымдық сабақтарды өткізуді жоспарлауда. Жанар Тойшанқызы, Станислав Цуркан, күн ақпараттық қызметі.